Баршаларыңызға қайырлы күн сұлуларым, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай финикив шоколаденің қалай жасалу керектігін көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап бағалап кетіңіздер. Дәл осылай жасайтын болсаңыздар, өздеріңіздің бизнестеріңізді бастап, көп сатылым түрлеріне шығарсаңыздар болады. Себебі ораза айында өте тиімді әрі өтімді тәттілердің бірі осы финикив шоколаде. Ал қыздар, ендеше бастаймыз. Ең алдымен айта кететін жайт, дүкеннен құрманы алар уақытта міндетті түрде королевский деген түрінен алыңыздар. Себебі бұл құрманың басқа құрмалардан қарағанда ерекшелігі өте тығыз әрі дәмді, етті болып келеді. Және бұны сыртын шоколадпен қаптаған уақытта өте әдемі, мінсіз болып қатады. Құрмалар жуылған және кептірілген болу керек. Құрманы видеода көрсетілгендей етіп жартылай кесіп, ішіндегі сүйегін алып тастайтын боламыз, және ішін қалаған жаңғақтарыңызбен толтырсаңыздар болады. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Құрманың ішіне барлық жаңғақты, яғни салмасын салып, жақсылап аузын бекітіп, орналастырып алдым. Енді біз шоколадты дайындайтын боламыз. Шоколадты су моншасында немесе микротолқынды пеште осылай жақсылап ертіп алатын боласыздар. Микротолқынды пешке салатын кезде әр 5 секунд сайын ашып, жақсылап араластырып тұрыңыздар. Себебі ол микротолқынды пеште тез күйіп кетуі мүмкін. Енді құрмаларымызды осылай таяқшаға орналастырып, шоколадқа малып алатын боламыз. Осылай шоколадтың үстінде біраз уақыт құрмамызды айналдырып, ұстап тұрған дұрыс. Енді екінші таяқшамен кішкене осылайынан жақсылап таяқшасын суырып алатын боламыз. Енді қалған құрмаларды да осы тәсілмен орналастырып алатын боламыз. Видеоға мұқият қарап жасағандарыңыз дұрыс. Міне, мен барлық құрмаларымды осылай әдемілеп шоколадқа малып алдым. Енді оны тоңазытқышта қатырмай жатып, бетін әсемдейтін боламыз. Әсемдік ретінде өздеріңіздің фантазияларыңызды, идеяларыңызды қосып, қалауларыңызға сәндесеңіздер болады. Менде осындай кокос стружкасы бар. Мен осылай жартысын сәндеп шықтым. Сәнін әртүрлі етіп істесеңіздер, өте әдемі көрінеді. Енді қалған тағы да жартысын осындай алтын түстес бояғышпен де сәндеп шықтым. Және де сыртын осындай жаңғақпен қаптасаңыздар да өте дәмді әрі өте әдемі көрінетін болады. Сондықтан міндетті түрде осылай да сәндеп көргендеріңіз дұрысырақ. Енді бұларды тоңазытқышқа жарты сағатқа жақсылап қатқанша қойып қоямыз. Қалған 2 данасын қатқаннан кейін сәндейтін боламыз. Мен мұнда толықтай жарты сағатта қатырып алдым. Енді осы қалған 2 данасына ерітілген шоколадымды үстіне жаймен құйып шығатын боламын. Ұнаса, сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Тарелканың бетінде қатқан құрмаларымызды қыздар осылай пышақпен немесе қасықпен кішкене астын көтерсеңіздер, өзі бірден алынып кетеді. Шоколадты құрмалар дайын болды. Енді бұларды қағаздың үстіне орналастырып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, пышақпен алған уақытта шоколад өзі сынып кетпей, өзінің қалпын ұстап тұр. Мен мұнда негізі үй жағдайында жасаған болатынмын. Егер де сатылымға шығаратын болсақ, міндетті түрде бұдан да әдемірек етіп сәндеуге кеңес беремін. Енді сіздерге ортасын қалай болып шыққанын көрсетейін. Тіпті пышақпен кескен уақытта да шоколадтар мүлдем сынып кетпейді. Қыздар, сондықтан әрбір өнімді алар уақытта өнімнің сапасына қарап алған дұрыс. Қараңыздар, өте керемет, жұмсақ әрі тығыз. Ал қыздар, назарларыңызға рахмет. Бізде шоколадты құрмаларымыз дайын болды. Дәл осылай жасап, өз бизнестеріңізді бастап кетсеңіздер де болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған балауса.
ал қыздар барлығын ашып айттым деген ойдамын. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап қайтарамын. Назарларыңызға рахмет. Істеріңізге сәттілік, қыздар.